Достарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Мико KZ. Бүгін біз Майнкрафт ойнайтын боламыз. Мен ютубқа жаңадан келген ютубер емеспін. Өйткені мен алдында ютуб түсіргенмін өзімнің телефонымнан. Ол телефондағы аккаунт дамымай кетті. 4 подписчик болып тұрып қалды. Сөйтіп мен жаңадан бастайын дедім. Енді Майнкрафт бастадым. Енді бірінші біз ағашта өйтетік. Достар, сіздерге ағашта өйтеткен қызық емес шығар. Қазір ағаштар табиғат етіп болған соң кездесеміз. Достар, мен соңғы ағашта өйтетік. 2 ағашта өйтеттік. Жететін шығар деп ойлаймын енді. Бірінші верстак жасайып. Сосын кирка. Кирка. Топор істейік сосын. Топор. Болды. Достар, енді тағы да өйтетеміз ағашты. Өйтемін жолдан да өйтет аласыз, достар. Қазірше біз таста өйтетейік. Достар, мен сложностьтан легкоға қойдым. Нормально болса. Нормально маған қиын. Өйткені мен Майнкрафтты көп ойнамаймын. Мен Brawl Stars деген ойынды ойнаймын. Бірақ мен Brawl Stars'та бір аккаунтым, оның кубок бар аккаунтым жоғалып кетті. Сосын мен енді басқа аккаунтпен жүрмін қазір. Ботский аккаунтпен. Осы киркасын анчада өйтетік. Артынан криперден шығып кетпесін. Қарап тұрам. Шахтада негізінде мобтар көп болады. Шейдер қосып тұрма өзі. Шейдерді қосып тұрмыз кетпін. Қазір қосасыламыз. Бәсе, аспан бір түрге өптеді. Қақты? Ана жерде. Қазір бұқыт. Достар, қазір қосып алыр, сосын жалғастырамыз. Достар, жалғастырамыз. Ан жақта криперлер, видеолар тезірек ұйықтап алайын, достар. Мен не істеген кезде мен кровать жасауға не істедім? Шер жинадым. Ана нені қосамадым шейдерді. Ұйықтап алдым. Достар, шейдерді қосамай қойдым. Білсеңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер, достар. Активировать деген нәрсе жоқ. Достар, ё-моё, зомбидің дауысы. Достар, біз үй соқпай деревня іздейтін шығармыз. Әйтпесе өзіміз үй соқсақ бекерге ағаштарымыз кетеді. Деревня тауып тегіне болады. Şu сандықтарында көп заттар болады. Достар, ағашта өйтетіп алған соң деревня іздеуге шығамыз. Тамақ алып алайық сосын. Достар, біз шошқан етін жемейміз. Харам ол. Ойын болса да жемеу керек негізінде. Мен өзім сөйтіп не істеймін. Жемеймін деп шешем.
зомбидің деп шығып отыр, мына жақтан ба? Мына жақ шахта емес екен ғой. Достар, мына таудың төбесіне шықсақ мүмкін деревня көрінетін шығар. Көрейік достар. Ағашқа айландырып алайық. Ё-моё, не деген үлкен тауны. Шығуға көп уақыт кететін сияқты ғой. Достар, осы летсплейдің атын не деп қойсақ болады, достар? Мынаны деревня көрінбей ма өзі? Достар, лайк пен комментарий, подписаться етіп кетіңіздер. Қызыл кнопканы сұрғылып кетіңіздер, достар. Осы видеоға 20 лайк басып кетіңіздер, достар. Сол кезде осы бөлімнің келесі бөлімін шығаратын болам. Осы летсплейдің. Мен один блок шығарам, хардкор шығарам, скайблок шығарам. Сөйтіп әртүрлі летсплейлер бастап, сөйтіп әртүрлі летсплейлер бастап, сөйтіп ойнап, сол летсплейді до конца жеткізіп, сөйтіп сол ойынды бітіреміз. Ойын емес енді. Сол. Не еді вообще? Деревня жоқ болғанда өзіміз үй соғым. Осындай ағаш бола ма екен? Кішкентай ағаш па? Басқа ағаш енді. Достар, шахтаға түсіп железо іздеу керек, көмір іздеу керек. Әйтпесе болмайды, былай жүре берсек. Таудан секіре салайын ба? Железо. Железо бұндай жерде тұра ма не? Железо ма? Көп болса екен. Төртеу ақсақты ғой. Ё-моё, төртеу емес па? Ё-моё. Әшейін бір железо блоктан осыншама шықты ма? Бұндай бірінші рет көріп тұрмын мен. Майнкрафтты бір жыл ойнадым. Бірақ мен сонда да опытым жоқ ше. Бізге көмір іздеу керек болды ғой. Ё-моё. Ой, тамақ жеп алайық. Достар, осы бөлімде үй соғатын шығамыз. Достар, онда қазірше кішігірім үй соғайық. Келесі бөлімдерде сол үйді дәуекейтетін боламыз. Қазірше кішкентай үй соғып болған соң жалғастырамыз. Достар, міне қараңыздар, мынаншама 36 ағаш жинадым. Жан жағымдағы ағаштар жоқ. Айбияны қалай күтіп ғой?
Мен уже екінші тапырым бұл. Бірінші тапырым сынып қалды бағанағы. Бұның да жаны азғандай. Ой, қолым қышып кетті. Тамақ жей алады. Достар, даусым қатты шықпай жатса, мен микрофонмен сөйлемеймін. Негізінде бізде микрофон бар, бірақ сонда да микрофонмен сөйлемеймін деп шештім. Екінші тапырым сынып қалды. Микрофонмен сөйлесем, даусым қатты шығып кетеді. Өзім даусым болатын шығар деп ойлаймын. Әйтпесе микрофонмен сөйлесек, даусым қатты шығып кететін сияқты. Қанша минут болды өзі? 10 минут болып қапты ғой, достар. Ит соғып көрсетіп сөйтіп өшіремін видеоны, достар. Сіздермен болғанмен Мика Кизет қазір бір рет көрсеміз де сөйтіп видеоны аяқтаймын. Достар, біз угілді өтетіп отырық, факел қою үшін. Достар, әшейін угілді көрсету үшін қостым видеоны. Қазір ит соғып бітірген соң жалғасамыз. Достар, біздің үйіміз осындай болды. Сыртынан қарағанда мынандай. В общем, бағана шахтада жүрсем, тағы да 7 железо тауып алдым. Енді 22 угілді саламызды, бетемізді, осын күтеміз. Железо пісін. Сопқа отырайын. Достар, 3 железо түсті. Енді железіне кирка істейік. Достар, келесі бөлімдерде енді алмаз добывать етуге болады. Бірақ келесі бөлімнен сразу алмаз табамыз деп ойламаймын. Екінші бөлімнен алмаз табу деген өте қиын. Үнемі шахтада жүру керек ол үшін. Еще көп кирка керек болады. Ол тағы да 3 железо. Бір железо бер. Бетеміз. Кешіп қапты ғой, достар. Достар, уже 13-ші минуттар кетіп жатыр қазір. Железо барлығы піскен соң броня жасаймын, соң көрсетемді. Сөйтіп видеоны аяқтаймын. Барлық железо пісті. Енді броня жасаймыз. 2 железо қалды ма? Достар, келесі бөлімде осы үйдің екінші этажын ба саламыз, немесе осы үйдің бүйтіп жанынан былайынан бүйтіп бүйтеміз да, бүйтіп істейміз да, сөйтіп одан арғы бөлімде бүйтіп істейміз. Сөйтіп екінші этажын соғамыз, сөйтіп шатырын соғамыз, сөйтіп кете береміз. В общем, сау болыңыздар. Келесі бөлімде егін шаруашылығымен айналысуымыз да мүмкін. Өйткені мынандай семеннан егеміз, мынандай шөптерден түседі, бүйтіп ұзақ түседі. Мен түспей жатыр. Түсті. Достар, в общем, келесі бөлімде үйді үлкейтіп, егін шаруашылығымен айналысатын боламыз. Сіздермен болғанмен Мика Кизет, сау болыңыздар. Достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. 3-ші бөлімде не істейік, не қылайық, соны жазып кетіңіздер, достар. Мен әйтпесе идеям болмай жатыр. Мен күн сайын видео түсіре алмаймын. Өйткені менде сабақ болады. Мен еще кішкентаймын. Мен еще 9-дамын, достар. Мен 9-дам. 9-да болған кезде күн сайын сабақ болады. Сол үшін арнамнан видео аз шығуы да мүмкін. Сіздермен болғанмен Мика Кизет, сау болыңыздар.
Достар, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіп кетіңіздер. Сіздермен болған мен Микол Кизет. Сау болыңыздар.